Қалайсың? Кейбіреулеріне TikTok желісінде тіркелу қиынның қиыны болса, кейбір адамдарға оп-оңай. Бірақ сонда да тіркелуге қиын болатын адамдарға осы видеоны көрсетейік. TikTok желісінде қалай тіркелуге болады, қалай регистрация жасаймыз, толығырақ қарастырайық. Міне қазір сіздермен TikTok желісін жазатын боламыз. TikTok желісін жазбастан бұрын Play Marketке кіріп, TikTok желісін жазып аламыз. Және де айтарым, Android желісінен, iOS желісінен, iPhone-нан кірсеңіз де бәрібір, өйткені барлық жерде тіркелім, регистрация жасау бірдей. Сондықтан мен сіздерге қазір бірақ Android желісінен көрсететін болам. Play Marketке кіреміз, TikTok дегенді тауып аламыз. TikTok деп өзі шығады. Міне TikTok. Және де TikTok-ты установить дегенді басамыз. Белгілі бір уақытта қазір бізде TikTok желісі жазылады. Кішкене күте тұрамыз. Міне TikTok желісі жазылып біткеннен кейін открыть дегенді басамыз. Открыть дегенді басқаннан кейін бізде TikTok желісі ашылады. Осы жерде достар, қазір қараңыздар. TikTok желісі бізден немен сіздер айналысасыздар, сіздерге не ұнайды, соны мына жерде белгілеу қажет. Мысалға, тамақ, күлкілі заттар, әртүрлі заттар, өзіңізге керек заттарды белгілейсіз. Сол заттар сіздің жаңағы TikTok желісінде сіздің экраныңызға, мына экраныңызға шығып отыратын болады осы желілер. Далені басамыз. Далені басқаннан кейін бұл жерде төбеге қарай жібересіз. Міне сізде уже TikTok желісі бұл жерде басталды. Бұл жерде сіз жай ғана басқа біреулердің TikTok-ын, басқа біреулердің видеосын көре аласыз. Ал біздің жағдайда біз TikTok желісіне қазір тіркелуіміз қажет. Ол үшін біз мына жердегі я деп тұр ғой, оң жақ астында соған басамыз, я дегенге кіреміз. Және де бұл жерде регистрация дегенді таңдаймыз. Регистрацияны басамыз. Және де бұл жерде бізге регистрация жасаудың 4 түрін көрсетеді. Facebook, Gmail арқылы Google-ға кіріп, немесе VK-ның өзімен, немесе электронный почтамен, сіздің email-ыңызбен, немесе ең бастысы телефонмен. Мен қазір телефонмен регистрация жасайтын боламын. Бұл жерде өзіңіздің жылыңызды таңдайсыз. Қай жылы туғаныңызды. Бұл енді бәріне түсінікті деген ойдамын. Жылыңызды таңдап біткеннен кейін далені басасыз. Номерімізді жазып біткеннен кейін отправить код дегенді басамыз. Отправить кодты басқаннан кейін қазір сіздің жаңағы жіберген номеріңізге код келеді. Сол код арқылы сізде подтверждение болады. Сіз өзіңіздің шын адам екеніңізді растайсыз. Растағаннан кейін сіз бұл жерде құпия сөз ойлап табуыңыз керек. Құпия сөзіңізді барынша қиынырақ қылыңыз. Өзіңізге жақсы болады. Құпия сөз ойлап табамыз. Құпия сөз ойлап тапқаннан кейін өзіңіздің атыңызды ойлап табасыз. Мысалға, міне, мен осылай жаздым, керемет Нұр деп жаздым. Өзіңізге жаңағы атыңызды тауып аласыз. Одан кейін регистрация жасайсыз. Регистрация деген басқаннан кейін сізде TikTok желісі ашылды. Енді қазір войти дегенді басамыз. Войти дегеннен кейін мына жерде выбрать телефон дегенге кіреміз ең біріншісіне. Бұл жерде войти деп кіргеннен кейін әрде почта, имя пользователя дегенге басамыз. Имя пользователя жаңа біз ат жаздық қой, соны жазатын боламыз. Мысалға, мен жаңа ат құрастырдық, соны жазамыз. Міне, имя пользователя мен атым осындай, және сіз жазған парольді жазасыз. Одан кейін войти дегенді басасыз. Мына жерде мынандай тестті өтесіз. Өзіңіздің адам екеніңізді дәлелдейсіз. Өзіңізді шын адам екеніңізді дәлелдегеннен кейін сіз TikTok-қа кіресіз. Міне енді сізде құттықтаймын, сізде TikTok желісі, өзіңіздің каналыңыз бар TikTok-та. Енді сіз видео жасап, видеолар өзіңіздің каналыңызға сала аласыз. Құттықтаймын. Енді сіздерге бір шағын көрсете кетейін, қалай өзіңіздің атыңызды өзгертуге болатынын. Бұл жерде атыңызды өзгерту үшін жаңағы я дегенге басасыз, оң жақ шеттегі, оң жақ астындағы, потом изменить профиль дегенді басасыз. Бұл жерде сіз бастысы фото добавить ете аласыз. Фото өзіңіз бір сәтте түсіре аласыз, немесе галереядан жаза аласыз, немесе мына жерде атыңызды өзгерте аласыз. Жаңағы имя пользователя. Сосын жаңағы тағы да описаниялар қоса аласыз. Сосын YouTube, Instagram желісін өзіңіздің профиліңіздің астына тіркей аласыз. Міне достар, TikTok желісіне тіркелу міне осылай оп-оңай достар. Міне енді біз де TikTok желісіне тіркелдік. Менің TikTok желіме ссылкасын видеоның астында қалдырамын. Сол менің TikTok-ыма да тіркеліп кет достым. Мен өте қуанышты боламын. Егер де сен тіркелсең,
саған рахмет. Өзімнің TikTok желімде көремін деген үміттемін. Осы видео ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер. Аяғына шейін көргеніңе рахмет. Енді саған айтарым TikTok желісін жаруды баста. Осы видео сізге көмегін тигізсе, каналға жазылып қоңырауды басуды ұмытпа достым. Келесі кездескенше сау бол. Біріншісін басамыз.